Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге мамамның рецебі бойынша қызанақтың шырынынан капуста мен қиярды және қызанақты банкіге жабатын боламыз. Видеода көрсетілген барлық әдістерді жасайтын болсаңыздар, сіздерде банкілеріңіз міндетті түрде атылмайды және дәмді болып шығады. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Ең алдымен қызанақтың шырынын алатын боламыз. Ол үшін қызанақтың үстінен осылай пышақпен кесіп алатын боламыз. Сосын барып үстіне ыстық су, қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Сол кезде қабығы жақсы ашылып, ет тартқыштан да блендерден де жақсы өтетін болады. Сіздер бұлай жасауға ерінсеңіздер, тазалап жуып, 3-4 бөлікке бөліп, бірден өткізе берсеңіздер де болады. Барлығын кесіп болдым. Енді үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып 20 минутқа қалдырамыз. Мінекей 20 минут, 25 минуттай тұрды. Енді астындағысын бетіне шығарып, бетіндегісін астына қарай аунатып араластырып аламыз. Одан кейін мінекей қараңыздар, уже жібіп тұр. Жібіп тұрған кезде қабығын ашып, үстіне кесіліп тұрған жеріне 4-ке бөліп ыдысымызға тастай береміз. Толықтай барлығы жібіді деген кезде уже суын төгіп тастайсыздар. Әрі қарай қабығын ашып жалғастыра бересіздер. Мінекей барлығын турап болдық. Мен осындай блендермен ездім. Сіздерде бұндай болмаса, кәдімгі үйде күнделікті пайдаланып жүрген ет тартқыштан өткізе беруге болады. Ет тартқыштан өткізіп болғаннан кейін мен осындай сеткадан өткізіп жатырмын. Бұл сетканы магазиннен пияз сатып алған кезде, ангелек сатып алған кезде беріледі ғой, міне сондай сетка бұл. Сіздерде бұндай болмаса, кәдімгі марлі бар ғой, магазиндерде сатылатын, ондай марлімен согын алсаңыздар болады. Мінекей қызанағымызды тартып болдық. Енді сеткамызға құйып согын шығаратын боламыз. Менің қасымдағы көмектесіп тұрған мама айтып отырды. Мен сол айтқан бойынша жасап отырдым. Қызанағымыз біткенше дәл осылай жалғастырып жасай бересіздер. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай согымызда дайын болды. Банкімізді булап аламыз. Булап алғаннан кейін үстіне 20 минутқа ыстық суға қақпақты салып қойған болатынмын. Соны бетіне жауып қоямыз. Ең алдымен мен банкіні булап алып, енді осы ингредиенттерді ішіне салатын боламыз. Әзірше қызанақтың шырынын қайнатпаймыз. Енді банкіміздің ішіне ең бірінші салатын ингредиенттер чеснок керек. Осындай тазаланған күйінде. Осы тазаланған күйінде мен өлшеп видеоның астына жазып қойдым грамдарын. Кинза керек, укроп керек және сельдери. Сельдеридің қатты таяқшалары емес, осындай көбінесе жапырақтары қажет болады. Одан кейін осындай ащы бұрыш, 2 ащы бұрыш, тәтті болгар бұрыш керек. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей етіп кесіп турап аламыз. Одан кейін бізге қара бұрыштың домалақ түрінен керек және лавровый лист қажет. Одан кейін бізге 2 капуста, орташа 2 капуста қажет. Енді капустамызды видеода көрсетілгендей етіп 2-ге бөліп, одан кейін 4 пішті етіп кесіп алатын боламыз.
Осы капустамыздың осындай қатты жері бар, соны кесіп алып тастаймыз. Мінекей капустамызды турап болдық. Енді ішіне салатын боламыз. Негізі капустаның өзін ғана жабуға да болады, ешқандай қызанақ, қияр салмай-ақ. Бірақ мен үшеуін араластырып жаптым. Ең алдымен банкі жаппас бұрын қиярымызды мұздай суға 1-2 сағатқа салып қоюларыңыз керек. Енді банкымызға ингредиенттерді салып бастаймыз. Ең алдымен сельдерейді осындай жапырағы мен таяғын араластырып саламыз. Одан кейін барып укроптың жапырағы мен таяғын дәл осылай араластырып саламыз. Одан кейін барып кинза дәл осылай жапырақтары мен таяқшасын араластырып саламыз. Сосын барып чеснок саламыз. 5-6 штук чеснок саламыз. Чесноктарыңыз үлкендеу болса, 2-ге бөліп алыңыздар. Енді капустамызды осылай баса отырып салатын боламыз. Кішкене салғаннан кейін қолмен күшпен басатын боламыз. Капустаны кесілген күйінде бүтіндей салмаңыздар. Арасын ажыратып салыңыздар. Капустамызды кішкене салғаннан кейін үстінен күшпен басып, арасын нығыздаймыз. Кішкене көбірек сию керек капустамыз. Капустамызды салып болдық. Енді тәтті болгар бұрышының шеттеріне тұрғызып салатын боламыз. Мен мына жерде 4-5 штук болгар бұрышынан салып шықтым. Енді банкімізге қиярларды салып шығатын боламыз. Менде әр банкеге 3-4 қиярдан кетті. Үлкендеу болса, кесіп салсаңыздар болады. Осы ингредиенттерді банкіге салу жолын мен видеода еш жерін кескен жоқпын. Өйткені біздің арамызда жаңадан банк жабатын қыз-келіншектер болса да, дәл осыған қарап сала берсеңіздер болады. Кейбір фудблогерлердің осындай банк жабу рецепттерінің видеосын қарасаңыздар, осылай үзіп салынған, кейбір жерлері түсініксіз, сондықтан барлық қыз-келіншектерге түсінікті болу үшін кесіп салған жоқпын. Барлығын осылай тығыздап салып шығамыз. Ішінде бос орын қалмау керек. Одан кейін барып қызанағымыз саламыз. Қызанағымыз кішкентайлау болса, тіптен жақсы болады. Салған кезде бірден сиіп кетеді. Енді видеода көрсетілгендей шеттеріне қарай лавровый листті 3-4 штуктан салып шығамыз. Ең соңында осы ащы бұрышымызды кесіп салатын боламыз. Бір ащы бұрышты 3 банкіге 3 бөлікке бөліп салып шықтым. Енді барлығын осылай жасап шығатын боламыз. Мінекей барлық банкіге салып шықтым. Енді үстіне қайнап тұрған ыстық суды құятын боламыз. Мінекей достар, банкімізге енді қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Бірден ыстық суды құйып жібермеңіздер, банкілеріңіз сынып кетуі мүмкін. Кішкене құйып осылай араластырасыздар. Ыстықты бойына алған кезде құя беруге болады ыстық суды. Ыстық суды толтырып
құямыз. Құйып болғаннан кейін 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін ыстық суды төгетін боламыз. Егер де сіздер қиярды мұздай суға салып қоймаған болсаңыз, суын 2 рет құйып төгетін боласыздар. Бұл жерде біз 1 рет құйдық қой, енді осыны төгіп 2-ші рет құясыздар. 2-шісін төккеннен кейін барып сокты құятын боласыздар. Бірақ мен қиярды алдын ала мұздай суға салып қойғандықтан ешқандай 2 рет ыстық су құймаймын. 1 рет ыстық су құйдым, енді 2-шісінде қызанақтың шырынын қайнатып құятын боламын. Мен қызанақтың шырынын банкілерімізге ыстық суды құйып болғаннан кейін барып бірден отымызға қойып қайнатайын деп жатырмын. Мінекей 1 рет бұрқ етіп қайнады. Осындай көбіктері шықты. Көбігін жұқалап алып тастаймыз. Осылай жай отта бұрқ етіп 1 рет қайнағаннан кейін барып 40 минутқа тағы қалдырамыз. Тағы жай өзінің бабында қайнауы керек. Жиырма минут болған кезде ішіндегі ыстық суын төгеміз. Менде осындай арнайы қақпақ бар, сонымен төгіп жатырмын. Бұл қақпақты кез келген дүкеннен барып сұрасаңыздар да табылады. Барлығын осылай суын төгіп шығамыз. Енді бізге осындай аспирин қажет. Аспиринді осы ыдыстың сыртынан езіп алатын боламыз. Сол кезде салғанда ыңғайлы болады. 2 литр банкіге 2 штук аспирин саламыз. Енді біз ішіне тұз саламыз, қант саламыз және аспирин саламыз, және де қара бұрыштың домалақ түрінен саламыз. Алдында айтып кеткенде 2 литр банкіге 2 штук аспирин саламыз. Ал 1 литр банкі болса 1 штук аспирин саламыз. Енді осы барлығына 2 штуктан аспиринді салып шығамыз. Келесі кезекте осы қара бұрыштың домалақ түрінен салып шығамыз. Видеода көрсетілген мөлшерде саламыз. Бұрышымызды барлығына салып болғаннан кейін қант саламыз. 2 литр банкіге 2 ас қасық толтырмай қант саламыз. Енді тұзды да дәл солай 2 литр банкіге 2 ас қасықтан толтырмай салып шығамыз. Мінекей достар, қараңыздар, уже түсі өзгерген, 40 минуттай қайнап болды. Шетіндегі кішкене ғана тұрған көбіктерін алып тастаймыз. Астын өшіріп, оттан аламыз. Мінекей қайнаған шырынымызды банкінің үстіне жаймен құйып шығатын боламыз. Барлығына осылай видеода көрсетілгендей етіп жақсылап құйып шығыңыздар. Құрметті менің көрермендерім, осы видео сіздерге ұнап жатқан болса, немесе пайдалы болған болса, төменде кері байланыс ретінде комментарияға өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Ал егер каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, төмендегі подписаться деген қызыл батырманы басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, мендегі шыққан жаңа видеоларды бірінші болып көре аласыздар.
Барлығына құйып болдық. Енді ыдыстың ішінде бір араластырып алып, үстілеріне тағы құйып шығамыз. Қарасаңыздар, өзіне соғын сіңдіріп алған. Қазір тағы да осылай шұқып пышақпен тағы да құйып шығатын боламыз. Арасындағы бос орындары ашылып, ішіне шырын толықтай баратын болады. Ішіне пышақты салған кезде байқаңыздар, ішіндегі қызанақтарыңызды жарып кесіп алмаңыздар. Ақырын ғана араластырыңыздар. Енді үстіне шырынды толтырып құямыз. Осылай пышақты тығып бір рет қозғағаннан кейін барып, екінші рет қайтадан қозғаудың қажеті жоқ. Енді барлығына құйып болғаннан кейін бірден банкімізді жабамыз. Осылай банкіні жабамыз. Жауып болғаннан кейін жерге көрпеше төсеп, үстіне банкімізді төңкеріп, көрпешемен бетін жауып, жақсылап өз бабында суы керек 3 күнге қалдырамыз. Мінекей достар, біздің қысқа дайындаған ассортиміз да дайын болды. Бұл рецепт басында айтып кеткендей мамамның рецептісімен жасалынған, сондықтан қорықпай жасап берулеріңізге болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасап көріп, қыста ашып жеген болсаңыздар, астына комментария бөліміне өз пікірлеріңізді, шынайы пікірлеріңізді жазып қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен болған Гүлайым. Астарыңыз дәмді болсын.